Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен қатпарлы әрі қытырлақ болып шығатын самсаның тестасын бірге дайындайық. Бұл тестаны морозильникке қатырсаңыздар кез келген уақытта қолдануға жарайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал біз бастайық. Алдын ала дәл осылай керек заттар дайындап алдым. Ыдысыма бөлме температурасындағы 1 литр суды құйдым. Дәміне қарай тұзды қосып алдым. Електен міндетті түрде ұнды өткізіп алыңыздар. Бұл жерде мен ұнның көлемі 2 келі болды. Бұл жерде мен барлығын бірден қостым. 1 литр суға 2 келі ұн ровно кетеді және әдемі қамыр болып шығады. Қамырды ұзақ уақыт илеп, иін қандырыңыздар. Сол кезде, жайған кезде өте ыңғайлы, тез жайылатын болады. Бір 10-15 минутқа тұндырып, демалдырып қойсаңыздар болады қамырды, жаймас бұрын. Дәл осылай бөліктерге бөліп алдым. Менде 620 граммнан 6 суала қамыр шықты. Дәл осылай домалақ етіп алдым. Сонда жайылған кезде де ыңғайлы болады. Бетін жауып қойыңыздар, әйтпесе қамырдың беті қатып қалады. Осы тұста мен пакетке салып қойдым. Өйткені мына қамырлар жайып болғанша беті қатып қалмас үшін жұмсарып әдемі болып тұрады. Тестаны бетін жауып 15 минутқа тұндыруға қойдым. Дәл осылай бір тегіс етіп, қатты жұқаламай қамырды жайып алдым. Қатты жұқа етуге де болмайды. Тестаның арасына жағуға мен үнемі тоң май мен сары майды бірге қолданамын. Бұл жерде тоң майдың ешқандай дәмі шықпайды. Қолданып көріңіздер. Тоң май мен сары майды ерітіп алдым. Бұл жерде қатты ерітудің қажеті жоқ. Ыстық болып кетсе қамырды жібітіп жіберуі мүмкін. Жай ғана, жай алауда кішкене ерітсеңіздер, соның өзі жеткілікті. Менде YouTube каналымда тоң майдың еріту жолы түсірілген. Көрсеңіздер болады, ссылкасын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Жұқалау етіп қамырға дәл осылай жағып шықтым. Оның үстіне екінші қамырды тастап, оған да дәл солай бір тегіс етіп жағып, қолменен дәл осылай орап шықтым. Бұл жерде 2 зуала қамырды қолдандым. 2 зуала болғанның өзіне дәл осындай жуан болып кетті. Сондықтан мен қолменен ішкелетіп алдым. Менде 6 зуала болғандықтан осы көлемде 3 теста шықты. Мен бұл тесталарды морозильникке қатырып қоямын. Қолданар алдында жарты сағат бұрын шығарып, магазиннің тестасы сияқты қолдана беремін. Бұл біріншіден уақытты үнемдейді және өте ыңғайлы. Осылай көптеу етіп сақтап қойсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, қытырлақ, қатпарлы болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта түрлі пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын.